Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқысының жылқы шаруашылығы туралы айтатын боламыз. Арнамызды қолдап, тіркеле отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Қазақстандағы қазіргі археологиялық қазбалардан табылып жатқан жылқы сүйектерін шартты түрде екіге бөлуге болады. Біріншісі, шоқтығына дейінгі биіктігі 130-140 сантиметр. Бұлар жабы тұқымынан еш айырмашылығы жоқ. Екіншісі, шоқтығына дейінгі биіктігі 150 сантиметр астам. Бұлар сирақты жылқылар, оларды арғымақ тұқымдас деп атауға болады. Яғни көшпенділер сақ-скиф заманынан бермен қарай жылқының осы екі түрін қатар өсіріп отырған, әрі жылқы тұқымдарын асылдандыру сол кездері-ақ басталған. Біздің заманымыздың басында Парфияның, Бактрияның, Ферғананың асыл текті сұлу арғымақтары әлемге әйгілі болды. Бұлар араб жылқысының негізін қалады. Қазақ халқы өз жылқысын жақсарту үшін көрінген жылқы тұқымдарының айғырларын әкеп сала бермеген. Қазақ жылқысы үшін ғасырлар бойы халықтың аналитикалық тәжірибесінен өткен тұқымдар, араб және түркмен тұқымының асыл тұқымды айғырларын алу үшін ештеңесін аямаған. Мысалы, араб айғыр үшін бай қазақ жүздеген қой, 10 шақты қазақ жылқысын, ең әдемі күңді, бір құшақ асыл бұйымдарды қуан-қуаны бере салатын. Ал қазақ жылқылары өз кезегінде Ресей жылқы шаруашылығының негізін қалады. Ол туралы көрнекті жылқы тарихының маманы Вилкинс барлық жұмысқа жарамды бесаспап қазақ жылқыларын біз назардан тыс қалдырмауымыз керек. Сонымен бірге бұлар бүкіл орыс жылқыларының арғы тегі болып табылады деп жазды. Алайда өкінішке қарай, бүгінде қазақтың ежелгі арғымақ, қазанат, қарабайыр, қаз мойын, сауран сойы, шекті, найман қарабайыр сияқты тұқымдарын табу өте қиын. Жылқы бағудың қиында жауапты кезі қыс және құлындайтын уақыты көктем. Жазда жылқыны сері бағады, қыста ердің ері бағады. Жылқыны жылқының тұяғынан да қатты адам бағады дейді халық даналығы. Сол себепті қазақ қоғамында жылқышының әлеуметтік дәрежесі де жоғары болды. Атақты жылқышылар сұлтанның, байдың оң жағынан орын алатын. Жылқысын жаудан айырып, жұттан аман алып қалған жылқышыларға байлар қалыңсыз қызын ұзатқаны жайында қазақ арасында әңгімелер көп. Жылқы жайылатын шөптердің ішінде тарлау ерекше жұғымды, оны халық ат құтыртқан деп те атаған. Ол туралы өлең жырлар да айтылатын. Жылқыны мыңнан өсірген, арқаның тарлау боз екен, немесе тың кердең өспегі, абайдың шалғай нуы екен. Жігіттің кердең өспегі, бақ дәулеттің буы екен. Загряжский шу жазығы мен Сырдария көшпенділерінің тұрмысы деген еңбегінде ботаник маман ретінде бір қазақтың аузынан 31 түрлі жылқы жейтін, 65 түрлі қой, 9 түрлі ірі қара, 17 түрлі түйе жейтін шөптердің атын таңдана отырып жазып алған екен. Ғасырлар бойы жылқының санын көбейтіп қана қоймай асылдандырып, жаңа тұқымдар алып, әскерді жорық аттармен, елді ет майымен, соғыммен, мейрамдарда азық-түлікпен қамтамасыз еткен байлардың рөлі ерекше. Көшпенділер қоғамында бай тек есепсіз байлықтың иесі ғана емес. Бай терминінің мәнін дұрыс көрсете білген Потапов бай сөзін этнографтар богатый деп аударып жүріп қанағаттанарлық балама емес, бәлімдік ұғымнан құдіретіл мағынасы да бәген. Қазақ қоғамының негізгі тірегі ру десек, ру болу үшін елді ұстайтын биі, жерін қорғайтын батыры, елін бағатын байы болу керек. Байдың атқаратын міндетінің өзі елді басқаратын биден, елді, жерді қорғайтын батырдан кем болмаған. Себебі ол кезде мемлекеттік зейнетақы қоры жоқ, рудың кедей-кепшігін, кемтар кем бағалын бай баққан, бәрі байдың қолына қараған. 19 ғасырдың аяғында қазақ байларының жылқы бағу әдісін орыстың пысық, өсімқор, шаруақор адамдары да қолданып, жылқылы бай атанғандары бар. Табынды жылқы шаруашылығының тиімділігін жете білген жайық орыс казагы Овчинников балалармен бірлесіп, құлындарын есептемегенде жылқы санын 2500 басқа жеткізіп, 6 табынға 90 айғыр үйірге бөлген. Оның жылқы бағудың сырына қаныққаны соншалық, қазақ байларындай әр табынды түр түске бөліп бақтырған.
Сол сияқты Зайсан Тарбағатай аймағының орыс көпесі Саракиннің 12 мың жылқысы болған. Осындай толық емес мәліметтердің өзі халықтың жылқы бағу әдісінің өміршеңдігін және қазақтың жылқы бағу этномәдени үрдісінің басқа халықтарға үлгі өнеге болғанын көрсетеді. Көптеген статистикалық мәліметтерді архив құжаттары бойынша тексеріп, Моңғолия мен Қазақстандағы қазақтардың жылқысын қосқанда барлығы 7 миллионға дейін жеткен деп айтуға толық негіз бар. Қазақтардың сонау ежелден ақ көрші елдермен жасасқан негізгі саудасы 4 түлік мал, соның ішінде жылқы болды. Әсіресе көршілеріміз Ресей мен Қытай мемлекеттері қазақтың екі нәрсесіне асық болды. Бірі ұлан байтақ жеріміз, екіншісі есепсіз жылқымыз. Қытай ілкіден өзінің 100 мыңдаған әскерін дала жылқысы есебінен қамтамасыз етсе, Ресей 19 ғасырда қазақ жерін тұтас басып алып, шекарада айырбас керуен сарайларын ашып, жылқы саудасын қарқындатты. Азды көпті орыс-қытай мәліметтерін саралай отырып, 18 ғасырдың ортасынан бастап 1917 жылға дейін қазақ жерінен 150 жылда 15 миллион жылқы әкетілген деген болжам бар. Ер тұрманның пайда болуы мен жабдықтары. Атты басқару үшін оның құрал жабдықтарының, ер тұрман бөлшектерінің қаншалықты маңызды екенін қазақтың мына мақал өлеңінен байқауға болады. Екі тізгін жоқ болса, ат басына адам бұра алмас. Екі тартпа жоқ болса, ат үстінде тұра алмас. Екі өзенгі жоқ болса, атқа адам міне алмас. Бәрі бірдей сай болса, шайтан түгіл жиналмас. Зерттеушілер үзеңгінің пайда болу кезеңін 6 ғасырда Шығыс Еуропа елдеріне тараған көне түрік мәдениетімен байланыстырады. Олар 6 ғасырдың екінші жартысынан бастап Еуропаның кең байтақ далаларында үзеңгі жиі кездесе бастады. Қытай археологы Лю Хань және басқа да ғалымдар жылқы үзеңгісімен қоса басқа да жабдықтары Қытайға солтүстіктегі көшпелі түріктерден тараған деп жазады. 6-7 ғасырлар аясында көшпелі түркілер әлемінде ер тоқым қатты, қасы тігінен жасалып, негізінен жаугершілікте қолданылатын болған. Осылайша үзеңгілі қатты ер тоқым өз дамуында екі кезеңді бастан өткерді. 1. 5-6 ғасырлардағы қарапайым нұсқалар, 2. 7-8 ғасырлардағы дамыған және кең тараған нұсқалар. Бұл кезеңдерде көшпенділердің ер тұрман жабдықтарын жасауды жақсы игергені сонша, осыған сай ат үстіндегі айқас тәсілдері де өзгеріске түсіп дамыды. Вайнштейн бұл туралы үзеңгілерді тұңғыш рет кең көлемде Алтай түркілерінің қолданғанына барлық негіз бар. Олар өмірінің көпшілігін ат үстінде өткізген көшпенді жылқышылар ғана емес, сонымен қатар темір қорыту мен өңдеу ісін өте жоғары шеберлікпен атқара білді. Орталық Азияның көшпенділері ортасында олардың темір балқытушылар, теміршілер деген атпен белгілі болғаны тегін емес. Үзеңгі ат үстіндегі адамның шаршағанын бірнеше есе азайтты, тепе-теңдігін сақтады, адамның құйрығы, саны, жіліншігі қажалмайтын болды. Үзеңгілі қатты ер тұрманның жасалуы материалдық мәдениет тарихында өте үлкен жаңалық болды. Салтатты адам енді аз уақыт ішінде алыс қашықтықтарды бағындырды. Көшпенділердің атты әскерінің қуатын күшейтті. Қазақтың ер тұрман жабдықтары сақ, ғұн, көне түркі тайпаларының жасап пайдаланған ер тоқымдарының тікелей жалғасы. Қазақ халқының 20 ғасырдың басына дейін пайдаланып келген ерлерінің үлгі нұсқаларының саны 20-дан асады екен. Қазақ ерінің ең көп тараған түрі негізінде 5 бөлек етіп көбіне қайың ағашынан жасалады. Бұл туралы халық өлеңінде көшкенде жылқы айдаймын жиыстырып, ер қостым 5 ағаштан қиыстырып деп жырланады. Тұрман аттың жабдығы қазақта әр аттың өзіне ғана арнап тұрман жасату ертеден келе жатқан дәстүр. Оны Қобыланды жырынан да байқауға болады, өзіне өлшеп бурылдың алтыннан тұрман қақтатты. Ал енді бұрыннан белгілі 4 тұрман мен 5 тұрманның қандай айырмашылығы бар және тұрман неден тұрады дегенге тоқталайық. Бұған жауапты халық фольклорынан табамыз. Мысалы, Шернияз ақын Исатайдың батырлығын дәріптегенде қарадан халқы сүйіп ханым деген жігіт еді, 4 тұрманы түгел сайлы дейді. Ал моңғолиялық ақын Қашқынбай қызы 5 тұрман деген өлеңінде тіпті тұрманның қандай жабдықтардан тұратынын ашып көрсетеді. Ақ күмістен ақталған, мұра болып сақталған. Сәйгүлікке жарасар ежелгі әбзел 5 тұрман. Өмілдірік құйысқан
5 тұрманға сыйысқан. Ері сары ағаштан, қасқа жүген, бір пыстан. Демек, 5 тұрманға жататындарды маңызы жағынан орналастыратын болсақ, ер жүген, өмілдірік, құйысқан, пыстан болып шығады. Ал Шернияздың жоғарыда келтіргеніміздей Исатай батырды 4 тұрманы түгел сайлы деуі батыс қазақтарында пыстан көп қолданылмайды. Ат жабдықтары тұрман, жасау әдісіне қарай, былғары, өрмелі, түймелі, ызбалы болып бөлінеді. Қамшы ер жабдықтарының ішіндегі ажырамас бөлігі және көнеден келе жатқан құралдардың бірі. Адамзат жылқыны қолға үйретіп мінісімен аттың өзін жүргізу және алдындағы малды айдау үшін қандай да бір құрал қажет болған. Сөйтіп қамшы құралы дүниеге келген. Көненің көзі ретінде есік обасынан табылған аптын адамның қабірінің сол жағына қойылған қамшыны атауға болады. Сондай-ақ алтындалған қамшының үлгілеріне 4-3 ғасырларға жататын Берел обасынан табылған 2 қамшының саптарының қалдықтары куә. Қамшылардың сабы ағаштан жасалған, сырты алтынмен қапталып, мысық текте жыртқыш аңның басы бейнеленген. Жалпы қамшының сабын аттың басы, бөрінің басы, тағы басқа аң құстардың басы түрінде бейнелеп ағаштан, мүйізден жону қазақ дәстүрінде де болған үрдіс. Еуропа елдерінде ат тағалауға ерекше маңыз бергені соншалық, бір мемлекеттің тағдыры бір шегеге байланысты деген мәтелде болған. Себебі шеге тағаны сақтайды, тағы атты сақтайды, ат батырды сақтайды. Батыр қамалды қорғайды, күлмелеті қорғайды. Қазақта жаппай ат тағаламаған. Біріншіден, қазақ жылқыларының қатты құйма тұяғы тағаны керек етпеген. Екіншіден, темірдің, металдың жетімсіздігінен болуы мүмкін. Бірақ хан, сұлтан, батырлар аттарын көбінесе сәндік үшін алтын, күміс тағалармен тағалағаны халық эпосында кездеседі. Қазақта арқардың, таутекенің мүйізінен жасалған мүйіз тағалар да болған. Мүйіз тағаның салмағы жеңіл 100-120 гр. Ал темір тағаның салмағы 350-400 грамм, оның үстіне мүйіз тағалар морт сынбайды, серіппелі келеді. Сондықтан бір жылға бір атқа 2 мүйіз таға жеткілікті, ал темір таға небәрі 3-4 айға ғана шыдас береді. Сосын мүйіз тағы аттың табанымен бірге тұяғының жиектерінде қорғайды, себебі аттың аяғына сандалша киіледі. Батыс еуропалық тәсілде ер тоқымның арт жағы салмақты, ортасы, отыру нүктесі шұңғылдау болып келеді. Ондай ер тоқымға отырған кезде тақымды мықтап ұстау басты назарда болады. Салт атпен жүрудің батыс еуропалық тәсілінде адам ерге тереңдеп отырады да, адамның жамбасы, дәлірек айтқанда, құйымшағы тіреу, отыру нүктесі рөлін атқарады. Сөйтіп бүкіл салмақ ер тоқымның арт жағына түседі. Қазақы, шығыстық атқа отыру тәсілі мүлдем өзгеше. Ер биік болады, әсіресе алдыңғы қасы, ердің арты отыруға жайпақтау келіп, артқы қаспен бітеді. Ердің үстіне салынған кең көпшік, ат көрпе, отырған адамның тақымын кең ашып, ердің артқы және алдыңғы қастарына шіреніп отыруға мүмкіндік туады. Аттың сыны мен бабы. Қазақстанның қай аймағында болмасын, жүйріктерді жақын жерге және алыс қашықтыққа, аламанға шабатын деп екіге бөліп айтады. Кейде жақын жерге шабатындарды тыз етпе, ұшқыр десе, алысқа шабатындарды қыза шабатын аламан бәйге жүйрігі деп жатады. Ап шетел қазақтарында жүйріктерді түрге бөлудің бірнешеуі ежелден қалыптасқан, кейде жеке сыншылардың да өзіндік жүйесі болады. Қайсы бір атбегілердің сөзіне қарағанда жылқы 3 түрге бөлінеді. 1. Ақалақ жылқы, жауға мінетін ат шығады. Жауға мінетін жылқы бұқпа болады. 2. Ақсақал жылқы, жүйрік, тұлпарлар осы топтан шығады. 3. Бақал, мұзбүйрек, жылқы ең төменгі топ, шабан, собыр аттар. Мал қайырып мінуге, жүк тасуға, тартуға, шаруаға пайдаланылады. Аб енді ақсақал жылқының өзі 10 түрге бөлінеді. 1. Арқар жүйрік, ой қырға бірдей жүгіреді. 2. Жайран жүгіремеді. 3. Қоя бес, күткішті әрі тасқа жүгіретін күдір аңға ұқсатқан. 2 мақын, жая мен қабырғаның ортасы бір сүйем ғана болады, ал жазыққа шабатын жүйріктердің жая мен бұғанасының ортасы бір қарыс. Күдір жүйрік әдетте құйрығын көтеріп шабады. 6. Шаң тимес, бірден шаба жөнеледі, зу етіп алға шығады, тыз етпе, ұшқыр. 7.
Аламан жүйрік алдыңғы атты қуып жетіп басып отырады. Алысқа шабады, сейілдірап шабады. Кейде тесік өкпе деп те атайды. Екі өкпесінің тұсындағы орайының ортасындағы тесіктен аяз күндері бу шығып тұрады. Тоғыз, желбегей, алдыңғы екі аяғы ширатылған арқан тәрізді, артынан қарағанда шабынған бурадай төңкеріліп құйғандай келісті келеді. 10 қыз бел, бос белбеу, жайран бас, көзі отты, мінезі ұшқалақ, жеңілтек. Жал құйрығы жұқа, құндыздай жылтылдаған жұмсақ жүнді. Шасы мен төбе сүйегі биік, түлкі тұмсық, теке мұрын, танауының ауқымы тар. Қызбелдер бәйгеге жарамайды, нағыз көкпардың аты. Созақ елінің оңтүстік Қазақстан облысы атбегілері бәйге аттарын 3 топқа бөледі. Бір арынды жүйрік шу дегенде жарқырап алға шығады. Көзге тез көрінеді. Оны ұшқыр деп те атайды. Арынды жүйріктердің бағы көкпарда жанады. Салым салатын аттар сол арынды жүйріктер тобына жатады. Екі ағынды жүйрік, бір қалыпты ағып шабатын жүйрік. Ол алғашқы шабысынан танбайды, ұзаққа сілтейді. Аламан бәйгеде көзге түсіп, көпшіліктің мақтауына ілігеді. 3 сарынды жүйрік, үдемелі жүйрік, айқай-шуды естігенде дүбірлеп отыратын, бүйірі дуда қызатын жүйрік. Мұндай жүйріктер қолға сирек түседі. Қазақтың ат жарату өнерінде сыншылардың орны ерекше. Сыншы жылқының сыртқы тұрпатынан ішкі құрылысына дейін анатомиясын, мінез құлқынан бастап көңіл күйіне, психологиясын бір қарағанда білетін, қазіргі тілмен айтсақ, интеллектуалды маған. Сондықтан қазақ қоғамында сыншылардың әлеуметтік мәртебесі де жоғары болған. Қазақстанның әр жерлерінде сыншыларды әр қалай атай. Мысалы, орталық, шығыс Қазақстанда атбегі, батыс Қазақстанда ат сейіс, болмаса сейіс Қазақстанда бер. Ал енді ат сынына тоқталсақ, басының пішініне қарай олардың түрі. Тәует бас, шал бас, бөкен бас, құлан бас, қу бас, үйрік бас, сүйек бас, ұзын боян бас деп 20-дан асып кетеді екен. Жалпы үнемі мал бағып жүрген қазақ халқы жылқы мінезінің қыр-сырын өте жақсы білген. Қазақ өзін жылқы мінезді халықпыз дейді. Қазақтың жылқына есті жануар, тілсіз адам. Жылқының бірақ кемістігі бар, Құдай оған тіл бермеген деуі бекер емес. Қазақ жылқымен кәдімгідей сөйлескен. Биені сауып жатқанда әсіресе егде әйелдер қарағым, шырағым деп еміренсе, атын бәйгеге қосарда иесі жүйрігімен тебірене тілдескен. Атпен сөйлескенде қасында ешкім тұрмауы керек, жеке сөйлесу керек деп жатады үлкендер. Расында жылқыда ерекше бір қасиет бар. Мысалы, бір топ жылқыны айдап бара жатсаң, балалар таңырқай ұзақ қарап тұрады. Ал сол балалар мыңдаған қой, жүздеген сиыр, түйе айдап бара жатсаң, бір қарайды да ойынын қайта жалғастыра береді. Оларға жылқыға көз тіккендей көп қарап тұрмайды. Ат иесі бір нәрсеге душар боларда жер тарпып кісінейді, байлауға көп тұрмай пысқырады. Жақсы ат иесіне келетін пәлені 3 ай бұрын біледі, білген соң өледі. Бұрын қазақтар иесінің жақсы аты ауырмай сырқамай өлсе, иесі отбасына, туған туысына, еліне дайындала беріңдер, атымның артынан мен де көп кешікпей кететін болармын дейді екен. Қазақтың атбаптау өнері білімділікпен қажымай талмай еңбек сүйгіштікті талап ететін бірнеше сатыдан тұратын үрдіс. Бір, құлын, тай кезінен жүйрікті тану, беру. Бестісінде жарату, әр түрлі жеммен күш қуатын молайтып жемдеу, жаттығулар жасау, аяң, қара жарыс, шабу, тағы сондай сияқтылар. 5, терін алу. Қазақта бәйге аттарын баптаумен қатар жорға шығару өнері де едәуір қалыптасқан. Ата-бабаларымыз жорғаны 2 аяқты жорға, шалдыр жорға, 3 аяқты жорға, 4 аяғы тең жорға, қой жорға, жол жорға, кекірек жорға, жорға, айдама жорға, жалған жорға, тайпалған жорға деп бөлген. Жорға аттары негізінен бүкішпел, бота тірсектеу болып келеді. Жорға туа біткен қасиет.
Жорға тудыру үшін 2 аяқты, не 3 аяқты жорғасы бар айғырдан қою керек, не енесінің мықты жорға болғанынан қояды, көбінесе жорға енесіне тартады. Жорға аттың үзеңгісі қысқа болу керек, үзеңгі ұзын болса, кәрі жілікпен жауырының басына тиіп зақым келіп, қан талап, жорға әлсірейді. Жорғаға 3 айыл дұрыс: төс айыл, орта айыл, шап айыл тізгінді тең ұстайды, бір қолмен ұстап тік отырады. Адам бір жағына ауып, екі жағына қисайып отырса, ат жорғалап бара жатқанда жорғасынан жаңылып қалады. Сондықтан қисаймай, шалқаймай, еңкеймей, екі аяғымен екі қолы тең денесін тік ұстап отыруы керек. Қазақ жылқысының әлемдегі басқа тұқымдардан өзгешелігі және артықшылығы сол, оның ерекше төзімділігі мен шыдамдылығы. Қазақ даласында ғасырлар бойы жаздың аптап ыстығы мен қыстың аязды қарлы боранында, көктемнің қара суығымен қазақта бәйге аттарын баптаумен қатар жорға шығару өнері де едәуір қалыптасқан. Қазақ жылқысының әлемдегі басқа тұқымдардан өзгешелігі және артықшылығы сол, оның ерекше төзімділігі мен шыдамдылығы. Қазақ даласында ғасырлар бойы жаздың аптап ыстығы мен қыстың аязды қарлы боранында, көктемнің қара суығы мен жауын шашында, ашық далада өз қорегін өзі тауып жеген жылқы тұқымдарының әлсіздері құрып, тек мықтылары ғана қалып отырған. 1877-1878 жылдары Орыс-Түрік соғысындағы Аустрия атты әскерінің қолбасшысы Ленизин Орал казактары мінген қазақ жылқыларын көргенде былай деген екен: нағыз жылқылар, кавалерия үшін бұлардан артық не керек, сауыры жалпақ, еті тығыз әрі өте шапшаң ылдым-жылдым, тез бұрылады. Австрия атты әскер маманның осы қысқада нұсқа жә не өте дәл берілген бағасы бүкіл қазақ жылқысының табиғатын көрсетеді деп жазады Попов өзінің естелігінде. Шын мәнінде 1877-1879 жылғы Орыс-Түрік соғысынан кейін қазақ жылқысының ерекше шыдамдылығы мен күй талғамайтындығы, алыс қашықтықтарға мойымайтындығы Еуропа елдеріне мәлім бола бастады.